Өскемен табиғат деген қандай күшті. Таулардың немелері қандай жап-жасыл. Бұл жерде самолет бар екен. Көрінісі деген керемет екен. Өскеменде жүр екінші күн. Кеше тоже бүгін тағы пиво тоже. Заказға кетіп барамын. Дачаға клиент алып келген ғой. Содан заказға кетіп барамын. Араға светофор қойып кетті. Оңға запрещено дейді. Негізі оң жаққа кету керек. Анау жерде кетпейші тұр, кіруге болмайды ол жақтан. Но бірақ қазір сол жаққа қарай кіреміз. Өйткені мына жақ жол жөндеп отыр. Заказға бару керек па, заказға. Заказға келдік 20%-пен. 720 теңгеден басталады. Қазір центрға қарай кетеміз. В общем, жәнеге келген 900 теңге шықты. Асығып тез өшіріп алдым байқалыста. Енді мен кешегі күннің немесін көрсетейін деп қанша тапқанымды бір күнде. Но бірақ кеше мен асықпай істедім. Где-то сағат 8-ден бастап істедім ғой сол. Әйтсе 6-дан бастап істейтін едім. 8-ден бастап істеп, ошым шыққан нәтижесін қазір көрсетемін. Там тас келет, еле-еле және шевелет.